Жанар балам, практикаң қалай болып жатыр? Айтар жоқ апай, осы жол мектепте оқып та ала алмайтын мол білімге ие болып, шыт жаңа бір өмірге араласқандай әсерлі күйге бөлендім. Әсіресе өзіңізбен бірге болған күндерім аса бағалы, өзгеше мағыналы күндер болды маған. Мектепке қайта оралған соң қазақ халқының ауыз әдебиеті туралы бір диссертация жазсам ба деген ойдамын. Өте жақсы. Өскен елдің ұрпағына тән талпыныс қой мұның. Іске сәт. Табыс тілеймін айналайын. Жанар, бері қара. Бүгін іле жүн тоқымашылық фабрикасындағы біздің бір туыс баласын үйлендіріп той істейді екен. Соның тамашасында бірге болып қайтпаймыз ба? Болады апай. Той дегенде қубас томалайды депті ғой бабаларымыз. Барайық онда. Әлеңді қарай көр. Өзің мақалдап мәтелдеп сөйлейтін болып алыпсың ғой. Жүр ендеше. Желбіреген желегі, тең тұсының зерегі. Жол беріңдер көпшілік, келін міне келеді. Есіктай қарашыңдар, келін үйге енеді. Жақсыны ел мақтасын, сұқ көздерден сақтасын. Бисмилла деп жас келін, кірер табалдырықтан, оң аяғымен аттасын.